Сонымен достар, Қытай сәлемдемесін ашамыз қазір. Мен өзім 31 тамыз күні тапсырыс берген болатынмын. Бүгін 26 сентябрь. Яғни бұл почтаға 25 қыркүйек күні келген болатын. Мен 26-сына алып кеттім. Бұның ішінде не бар деп ойласаңыздар, бұл петличный микрофон. Және қасында бір подаркасы бар. Продавец сатушы өзі салған тұғын. Ашып көрейік енді. Мынандай коробка. Мінекей. Сонымен менің камерамның батарейкасы отырып қалды деп айтсам. Сонымен достар, ішінде мынандай штатив, настольный штатив салып жүрген сатушы. Мына соткаға арналған, сотка қыстырып қоятын. Сосын мынандай мыжылған екен, петличный микрофон боя деген. Қазақстанда бар, Қазақстанда 8000 теңге тұрады. Алиэкспрессте 6000 теңге ма, сонда шамасында. Соны ішін ашып көрейік. Ішінде ветровый губка және киімге қыстыратын, сосын бір штекер. Үлкен андай камераларға салатын штекер шығар. Және микрофонның өзі, петличный микрофонның өзі 6 метр ма, сондай болу керек, 6-8 метр. Қазір тексеріп көретін боламыз. Сонымен достар, осы петличка 31 тамыз күні тапсырыс берген болатынмын. Сондықтан бұл 25 күн жүріп келді. Жалпы жақсы жазып тұрған сияқты. Бұны мен обработкасыз жасаймын, шум алмаймын. Шум алмаймын, қалай тұр солайынан жасаймын. Видеоға лайк басыңыздар және комментарий жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Менде ВК-да топтама бар және Инстаграм бар. Тіркеліңіздер. Белсенді болайық достар. Сау, саламат болыңыз.